Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің онлайн сабағыма қош келдіңдер. Сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі біздің сабағымыз математика сабағы. Сабақтың тақырыбы өткенді қайталау және табиғатты қорғау, отанды сүю. Табиғат тіршілік иесі. Оны қорғау, аялау әрбір адамның міндеті деп білемін. Себебі өзіміз сүріп жатқан қоршаған ортамыздың таза болуы өзімізге де жақсы. Ендеше бүгін сабағымыздың мақсаты өрнектердің мәнін табуды және санды және әріпті өрнектерді салыстыруды үйренемін. Олай болса балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші есепті оқиын. Әлия мен Сырым математикалық ойын құрастырды. Жауапқа сәйкес суретті таңдап, оның нені білдіретінін айту керек. Ол үшін өрнектің мәнін есептеп ал. Демек, балалар, өрнектің мәнін есептеп алайық. 16-ны 2-ге бөлгенде қанша болады? Дұрыс айтасыңдар. 16-ны 2-ге бөлгенде 8. 14-ті 2-ге бөлгенде қанша? Дұрыс айтасыңдар. 7. Келесі 18 бөлу 3. Дұрыс. 6. 2 көбейту 4. Дұрыс. 8. Келесі өрнек 27 бөлу 9. 3. 5 көбейту 1. 5 шығады. Және 36 бөлу 9. 4. Демек, балалар, оқулыққа назар аударатын болсақ, қандай суреттерге сәйкес келіп тұр? Бұтақты сындырма, отпен ойнама, гүлді жұлма, құстың ұясын бұзба. Иә, балалар, ендеше бұл ережелерді есте сақтап жүрейік. Салыстыру. Өрнектерді салыстыру үшін оның сандарына, әріптеріне, таңбаларына назар аударайық. Бұл екі өрнектің саны мен әріптері бірдей, айырмашылығы таңбада. Қай өрнектің нәтижесі кем болады деп ойлайсыңдар? Азайту амалына берілген өрнектер қосу амалына берілген амалдан кем. Енді санды өрнекті салыстырып көрейік. Бұл өрнекте сандары мен таңбалары бірдей. Айырмашылығы неде? Дұрыс. Бірінші өрнек жақшалы, екінші өрнек жақшасыз. Амалдардың орындалу ретін есімізге түсіре отырып, өрнектерді орындап көрейік. Бірінші қосу амалы, сосын бөлу амалын орындаймыз. Нәтижесі 6. Екіншіде бөлу амалын орындаймыз, сосын қосу амалын орындаймыз. Нәтижесі 26. Яғни жақшалы өрнек жақшасыз өрнектен кем. Жақсы, балалар, ендеше 19-шы беттегі екінші тапсырмаға назар аударайық. Салыстыр дейді. Бұл ретте біз салыстыру, аз, артық, кем, тең таңбаларын қолданатын боламыз. Санды және әріпті өрнектерді салыстырайық. 65 азайтуды қосу А, қосу С жақшаның ішінде. Келесі бетте 65 қосуды қосу А, қосу С. Бұл ретте қай жағы артық болады? Әрине 65 қосу А, Д қосу А артық. Өйткені қосылған уақытта сан артылады. Келесі салыстыру амалына қарайық. 20 көбейту Д қосу А. 20 бөлу Д қосу А. Бұл амалда әрине 20 көбейту Д қосу А амалы артық болады. Себебі көбейту амалы орындалғанда сан артылады. Жақсы. Келесі амалға қарайтын болсақ, Д көбейту А қосу 6, Д көбейту А азайту 6 амалында да қосу амалы артық болады. Келесі амалда 12 бөлу 6 қосу А және 12 көбейту жақшаның ішінде А, 6 қосу А. Бұл санды өрнекте, әріпті өрнекте 12 көбейту жақшаның ішінде А қосу
6 өрнегі артық болады, өйткені көбейту амалында сан артылады. Жақсы, келесі амалды орындаймыз. Бұл жерде кәдімгідей санды өрнектер берілген. Ендеше бірінші ең алдымен жақшаның ішін шығарып алайық. 18-ге 18-ді қосқанда қанша болады? 36. 36-ны 4-ке бөлгенде, 9-ға бөлгенде 4 шығады. Келесі амалда 18 қосу 18 бөлу 9 амалында біз ең алдымен бөлу амалын орындаймыз. 18 бөлу 9 2, 18-ге 2-ні қосқанда 20. Балалар, қай жақ артылды? Әрине 18 қосу 18 қосу 9 бөлу 9 артық. Келесі амал 25 қосу 5. Жақшаныш орындалады 30. 30-ды 5-ке бөлсек 6 шығады. Келесі 25 қосу 5 бөлу 5. Ең бірінші бөлу амалын орындаймыз. 5-ті 5-ке бөлгенде 1, 25-ке 1-ді қоссақ 26. Демек 26 артық 6-дан. Жақсы балалар, қалған 2 салыстыруды өздерін орындайтындарына мен сендерге сенемін. Тамаша балалар, келесі оқулықта 19-шы бетте 3-ші есеп. Есептерге өрнек жаз. Кері есептер құрастыр, оларды шығар. Ендеше есептің шартын мұқият тыңдайық. Оқушылар әрқайсысында 5-тен 6 қатар көшет отырғызды. Оқушылар барлығы неше көшет отырғызды? Бұл есепте тек қана есептің өрнегін жаз дейді. Демек, 3-ші есеп А деп. Есептің тек қана өрнегін жаз дейді. Не істейміз? Егер әрқайсысында 6 қатардың әрқайсысында 5 көшеттен болса, қандай амал қолданамыз? Әрине көбейту амалын қолданамыз. 5 көбейту 6 тең болады. Дұрыс, 30. Енді көбейтуге кері амал ол бөлу амалы. Ендеше кері есеп құратын болса, 30 бөлу 6 тең болады 5. Немесе 30 бөлу 5 тең болады 6. Міне, осылайша есептің біз қысқаша өрнегін жаздық. Жарайсыңдар, келесі есепті оқиық. 15 килограмм тыңайтқыш 5 қапшыққа тең бөлініп салынды. Әр қапшыққа неше килограмм тыңайтқыш салынды? Барлығы 15 болса, оны әр қапшыққа 5 қапшыққа тең бөліп салынса, қандай амал қолданамыз, балалар? Әрине, өзі айтып тұрғанда есепте бөлу амалын қолданамыз. Демек, есептің тек қана өрнегін жаз десе, 15 бөлу 5. 15-ті 5-ке бөлсе қанша шығады? Дұрыс, 3. Енді осы өрнекке кері амал. Бөлуге қолданылатын кері амал көбейту амалы. 3 көбейту 5. Барлығы 15 килограмм тыңайтқыш. Жақсы балалар, міне осымен біз есепке қысқаша өрнегін жаздық. Тамаша балалар, бүгін біз сендермен бірге өрнектің мәнін табуды және санды және әріпті өрнекті салыстыруды үйрендік. Біз бүгін мақсатымызға жеттік деп мен сенемін. Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін.